кезек эми грузовой пассажир арасынан термо будкадагы спринтер болуп калат. Ошолорду тартабыз. Эң аягында Ford Transit жолусу будка чыгып калса, аларды тартабыз. Мондай кыргыз номерде трассада жүргөн, ошондой эле свежий прогондорду тартабыз. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Бүгүн 22 август 2021 жыл. Вторник, Бишкек. Mercedes Sprinter 519 2012 жылкы 2.7 Ситай, баасы $17,000. Грузовой 9 кат. Пассажир спринтерді көрсетеміз. Макси 1 каттуу 98 жылкы, объем 2.9 дизель, коробкасы механика, баасы $8,000. Канча место бул? 18. 18 место, бияқта люктагы бар, анан монитор установка болуп тур. Монитор бар. Сиздер бул видеодан мен эскертип кетейин, ошол кадимки эле трассада жүргөн, жүк ташып жүргөн спринтерлерди, ошондой эле шаар ичинде линияга чыгып жүргөн спринтерлердин дагы бааларын билсеңиздер болот. Бул жерде турат ошолор. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Азыр ошолорго дагы жетебиз. 313 Сидай спринтер 1 каттуу. Ушундай холодильник бар. 367,000 километр жүргөн, жылы 2006-22, $11,500. Трассага азыр эстиме степке салыштырмалуу ушундай спринтерлер менен жолусу Volkswagen менен дагы каттагандар көп болот эт. Volkswagen Crafter жашыл түстө 2008 жылкы 2.5 механика, грузов пассажир 7 орундуу $9,100. Грузов пассажир экен. Спринтер 412 9 кат будка холодильникти көрсөтөбүз. 99 жылкы 2.9 Тидай механика, баасы $14,500. Спринтер Rex грузовой фургон 2009 жылкы 2.2 механика, жеңил автоунааларга Toyota Camry автоунаасына обмен бар экен. Баасы $12,700. 1 кат. Азыр бир салонда ачып көрүп коелу. Бишкекке жибере? Бишкекке бар. Бул любой жака линияга даяр баштап жатат. Кимдики сатып? Жакты. 9 кат канча место бул? 18, а? Документальный. Документальный 18 место экен. 9 кат. Эске алып коюңуздар. Бул жерде дагы бир спринтер 9 кат будканы көрсөтөбүз. Срочно $5,700 деп коюп коюптур. 96 жылкы, объем 2.9 Тидай. Эми ушул шаар ичинде иштеткенге деп издеп жүргөндөр болушу мүмкүн. Ошол номерге чаласыздар. $5,700 дейт. Спринтер 412 9 кат. Бул кандай грузов пассажирби? Грузов пассажир экен, 2.9 Тидай экен, $8,500. Долска грузов пассажир, салон бір көріп қойлы.
Бишкек Карабалта трассасында линиядан жүрген Sprinter 313 2003 жылғы 2.2 механика 7000 mi? $7000. Пассажир. Документальный қанша берсті бұл? 18, да? 18 деп. Бұл жақта Духскат грузовой 97 жылғы 2.9 2 номері бар. Басы $9000. Бұл қандай грузовой бұча, грузовой пассажир бұл байқа? Грузовой. Оның жанында дағы бір грузовой Rex 518 автомат, объем 3, пробег 600 000 км жүрді, обмен жоқ екен. Машин номерге çalасыздар, басы $15000. YouTube'ға кіріп Бишкек хабар деп жасаңыз шығады. Өзі Бишкекте берелі, бірі Бишкек хабар бар. Ардайым тартады. Духскат Rex. Мен сіздерге айтқандай эле, бұл жерде пассажир адам ташып тұрған Ford Transit бар екен. 2004 жылғы, объем 2, дизель, расход 8.9. Ошо 2 номерге çalасыздар. Азыр рейси ичинде. Мен бияктан дагы бир көрүп коеюн. Пробеги 517 000 км жүрдү. Ош Бишкекке любой жака бар екен азыр, отуруштары бар, жүккө даяр. Канча болот басы? 9 4,5 $4500 Соңғы есептегенде қаншаға бересіз? 308 атады. Долларға 308. Есі дағы шаршап болып тұр. Соңғы $3800 деді. Бұл жерде дағы бір скатты грузовой пассажирді көрсетеміз. 2002 жылғы 2.9 Tiтай мотор басылып тұр. Жаңа механика $7500. Шардық линия қаттамында қаттаған Sprinter пассажир 2003 жылғы 2.2 механика. Документтерінің бары жайында де, состояниесі жақсы, басы $6500. Азыр есі жоқ екен. Не қылшылайық жасай тұрған жері бар бе деген сұрауларға жооп алуға. Дағы бір пассажир 2001 жылғы 2.2 $7500. Ошо 2 номерге çalасыздар. Номері бар екен. Бұл жерде средний Духскат грузовой, средний база 413, 138 000 км жүрген, жылы 2001, 2.2, 2 номері бар. Есі сілер өшесіңдер, басын білбедіңер ме? Есі жоқ екен, номерге çalып сөйлесіп көріңіздер. 213 CDI 2001 жылғы 2.2 механика $7800. Пробеги 376 000 км жүрді. Sprinter 313 CDI пассажир 2000 жылы шыққан, объем 2.9 механика, обмен бар екен, жеңіл автоналарға. 2.9 мотор басылғаны қандай бекен? Басылғаны қанша доғыз? $8000. Местасы қанша бұл? Местасы 16 болса керек. 16 место, односкат пассажир Sprinter. Sprinter Rex Духскат 2008 жылғы, объем 2.2, басы $10,000. Бұл азыр есі жоқ болды, түшініксіз. Негізі бұл по факту пассажирский, бірақ бірде отырушы жоқ екен. Грузовой қылып жасап қойған ұшет, Духскат. Анан бұл жерде болса грузовой Духскат Sprinter.
2 жеті седай, коробкасы механика, пассажирге алмашамайды. Азыр иелері тияқ отырады, азыр басын білелі. Қаншада одасың бұны? Я. Сатылды. Сатылып кетті. Қанша сатылды байка? Я. 550 мың сомға спринтер сатылып тұр. Ошол спринтер. 550 мың сомға сатылып кетті. Дағы бір пассажир спринтер 313 моторы, жыл 2002 механика, обмен варианттар бар екен. $6,900 деді. Қандай варианттар бар екен? Не, обмен ме жа машинаға? Машинаға обмен бар ма? Енді жооп бермеді, ондан біз кейінге кете берелі. Бұл чарышты жиынтықтай көрсек деле болады. Көрішкенше сақ саламатта тұрыңыздар. Кейінгі базарға чейін.